12 жасқа толған балаларға арналған. Жаңа Қазақстаннан жарқын болашақ күтетін көрермен армысыз арнада ой түрткі ток-шоуы. Құрметті студия қонақтары, қош келдіңіздер. Енді өздеріңіз білесіздер, Қазақстанның келешегі ата заңдардағы өзгерістерге тікелей әсер етейін деп тұр. Сондықтан бүгінгі тақырыбымызда референдум жайын қозғайық. Шыңғысхан Берікұлы, сіз қалай қабылдап жатырсыз? Жалпы енді референдум мамыр айында айтылды ғой, 5-інде. Еліміздің президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев айтқанда бәрімізге бір жаңалық сияқты болып көрінді. Жалпы референдумды бұлай жан-жақты алып қарайтын болсақ, жалғыз біздің елде емес, көрші елде болсын, дамыған елдер Еуропада бұл үрдіс жылда өткізіп, мысалы өздерінің кез келген тақырыпта өткізетін олар. Экологиялық бағытта болсын, мәдени болсын, немесе кез келген адамның өмір сүруіне қолайлы жағдай туғызатын жайттарға, мысалы Швейцарияда осы уақытқа дейін 600-ден астам референдум өткізген екен. Енді бұл деп отырғанымыз адамның қолайлы өмір сүруіне жасалып жатқан жағдай. Міне, одан алыс кетпей, Қырғызстан бар біздегі, Белоруссия бар, Ресей бар. Сол сияқты елдерде де осы 2015-2020-да өткен екен. Енді бұл референдумда негізгі 33 бап қой, өзгерейін деп отырған 33 бап, қателеспесем 60-қа жуық тармақ жаңартылады, редакциядан өтеді екен. Енді бұның барлығы қарап отырсаңыз, жер мәселесі бар, тағы да жаңағы мемлекеттік басқару бар деген сияқты, адамның өмір сүрін өлім жазасын алып тастау деген өмір сүруіне қолайлы жағдайларға байланысты. Енді көбінісінде мен өзіммен қатар жастарда жаңағыдай сұрақ болды. Біз қалай дауыс береміз? 33 дауыстың барлығына белгі қоямыз ба деген сияқты. Жоқ, келсем, қарсымын. Мысалы, әр адам осы уақытта, міне енді саяси науқанның соңғы аптасы ғой, сондықтан да бұл туралы барлық жастарға толық мағлұмат берілді. Тек қана мына түсіндіру жұмыстары ғана емес, қарап тұрсын, қазір ғылым дамыған уақытында түрлі әлеуметтік желілер бар, газет журналдардың өзі, қаншама мекемелерде жүргізілді осы референдумға байланысты үгіт насихат шаралары. Сондықтан да мен ойлаймын, қазіргі жастардың бәрі көздері ашық, сауатты, өз ойларын жеткізе алады. Сондықтан да бұл референдумда барлығы бірдей атсалысады деп, өзінің пікірін білдіріп, өзінің таңдауын жасайтынына. Егер тыңдап отырсаңыз, бағдарламамыздың басында 7-ші баптың 2-ші тармағын қозғап кеттік. Өзіңіз тілдің айналасында жүрсіз ғой, сізде бұл заңдағы өзгеріске қарап тұрмаған болар, мүмкін бізге бір техника керек шығар. Иә, дұрыс айтасыз, өйткені халық күтті бұны. 7-ші бап, қазір мемлекеттік тіл туралы осы заңда өзгерістер бола ма деп. Мен ойлаймын, қазіргі таңда облысымызда, жалпы республикамызда мемлекеттік тілді ешқандай кедергі жоқ. Болу да мүмкін емес. Өйткені заңда жазылған, қазақ тілін үйренуге әрбір адам сөйлеуге міндетті, және оны тегін үйренеді. Міне, сол бағытта бізде енді облысымызда тіл саласында тілдер дамыту басқармасы жұмыс істейді, түрлі орталықтар бар. Өзіміздің міне тілдерді оқыту орталығы бізде мемлекеттік тілде үйрету барысында ешкімге шектеу қоймайды, барлығына әдістемелік болсын, тілді үйрену бағытында немесе екінші тіл ретінде үйренетін өзге ұлт өкілдері бар ғой, міне соларға екінші тілдер әдістемесі ретінде оқытушыларымыз жұмыс жасайды. Солармен арнайы сабақтар өткізеді, кездесулер, керек болса олардың мекемесіне де барып та оларға қолайлы жағын қарастырып, осы мемлекеттік тілде үйренуге ниет білдірген әрбір азаматшаға барынша қолдау көрсетеді. Мысалы қарап отырсаңыз, көптеген жастарымыз болсын, ересек жаңағы ағаларымыз бар, тағы да міне көбісі салыстырып жатады, көрмей жатады жасалып жатқан жұмысты. Мысалға алатын болсақ, 91 жыл мен 2022 жылдың арасында 31 жыл өтті. Қарап тұрсаңыз,
тіл мәселесіне қатысты көптеген мәселелер екі рет міне бағдарлама қабылданды. 11-ден бастап 2019-ға дейін. Ол 2000 бағдарлама орындалды толығымен. Енді одан кейін 20-дан 25-ке. Бұл жаңа бағдарлама, жаңа бағыт. Қарап тұрсаңыздар, міне латын негізді әліпбиіміздің енуде алыс емес, міне қолданысқа. Сондықтан да көбінесе жасалып жатқан жұмыстарды оң көзқараспен қабылдау керек. Жаңағыдай оған қалай айтайын, енді әр адам әртүрлі ғой, сондықтан да нәтиже күтуіміз керек. Нәтиже бар жасалып жатқан жұмыстардан. Егер де ол нәтиже болмаса, ол бағдарлама ары қарай дамымайтын еді, тоқтап қалатын еді. Міне сондықтан да мен ойлаймын, ол әрбір адам өзі Қазақстан елінің патриотымын, немесе мен мемлекеттік тілде сөйлеймін деп ары қарай сол қалай айтайын, жаңағыдай айтып жатыр ғой, қазақ тілі қоғамы мүшесі, егерде жаңағыдай бізде айтады, жаңағы орыс тілді мектептермен бұрынғы тәуелсіздік жылдарға, тәуелсіздікті алғанға дейінгі уақытпен қазіргі уақытты қарасаңыз, мектептер азайды. Арасы жер мен көктей. Арасы жер мен көктей. Халық жайлап мемлекеттік тілге сөйлеуге, бет бұруға өздерінің бет бұрыстары байқалады. Сондықтан да ол біздің немесе осы республикалық жасап жатқан, осы тілдің айналасында жұмыс жасап жатқан адамдардың нәтижесі, еңбегі деп қарауға болады. Бағанадан бері баршаңыздың ойларыңызды білдік.